Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен жұмыртқасыз өте оңай үйде бар қарапайым заттардан жасалатын пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Өте оңай, дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарамас бұрын лайк басып арнама тіркеп кетіңіздер. Ең бірінші қымшекер, шымшым тұз және разырға жел үстіне пістемай құйып араластырамыз. Енді бөлме температурасында тұрған жылы су құямыз. Електен өткізілген ұнды біртіндеп қосып отырып араластырамыз. Барлық құрамның мөлшерін описаниеге қалдыратын боламын. Қамыр осындай қойлықта болады. Енді қамырды екі бөлікке бөлеміз. Біріншісіне какао, екіншісіне ұн қосып араластырамыз. Енді табамызға пергамент төсеп немесе майлап қамырымызды үш қасықтан кезектеп құйып отырамыз. Сосын ағаш таяқшамен видеодағыдай өрнектеп шығамыз. Менде шоколадный қамыр көп болып қалғандықтан өрнек анық шықпай қалған. Сіздер тестаны теңдей бөлуге тырысыңыздар. Енді 180 градуста қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Осылай өте оңай, тез дайындалатын, жұмыртқаны қажет етпейтін пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ұнайтынына сенімдімін. Видеом ұнаса, пайдалы болса, арнама тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Әлі көп рецептермен бөлісетін боламын.